Good day, dear pupils. Құрметті оқушылар, бүгін мен жалпы БЖБ және ТЖБ-ға қалай дайындалу керек, сол туралы айтпақшымын. Және оны 5-ші сыныптың мысалында көрсетпекшімін. Ең бірінші біз summative assessment дегенді, яғни ағылшынша сендер іздейтін болсаңдар, қалай іздеу керек соны үйретейін. Бізде БЖБ деген ағылшынша сау болады, мынандай SAU деп оқимыз оны. Summative assessment for the unit. The unit деген бөлім, яғни бөлім бойынша жиынтық бағалау. Assessment бұл бағалау. U соңында, яғни бұл unit дегенді білдіреді, яғни біз мысалға 5-ші, 6-ші бөлімдер бойынша деп аламыз мысалға. SAT, SAT, Summative assessment for the term 3. Енді біз алда 3-ші тоқсан басталады, сондықтан 3-ші тоқсан бойынша, яғни жиынтық бағалау деген қысқартылғаны осылай болады. ТЖБ-ның. Енді мен 5-ші сыныптың мысалында айтқым келіп тұр. БЖБ 1 бізде, бірінші бөлім, яғни Unit 5. Бізде Unit 5, жалпы БЖБ 1 бізде 1-ші тоқсанда да, 2-ші тоқсанда да мына екі дағды бойынша жүрді. Listening and speaking. Яғни сендер, мысалға жиынтыққа бір күн, 2 күн қалғанда қалай дайындаларын білмесеңдер, именно бізде БЖБ 1 listening and speaking, тыңдалым және айтылым, БЖБ 2 writing and reading, жазылым және оқылым дағдыларында болады. Ал 3-ші тоқсан ТЖБ, яғни тоқсан бойынша жиынтық, бұл осы 4 дағды бойынша болады. Яғни ода listening, speaking, writing, reading барлығы да қатысады. Сондықтан ол 45 минутқа арналады, ал БЖБ бізде 20 минутқа ғана беріледі, өткен 2 тапсырмадан ғана тұрады. Енді бір құпияны айтсам, жалпы осы 5-ші сынып болсын, басқа сыныптар болсын, бізде көбінесе БЖБ 1 5-ші бөлім бойынша алынса, БЖБ 2 7-ші юнит бойынша алынады. 3-ші тоқсан өте ұзақ тоқсан болғандықтан біз 3 бөлімде өтеміз, бірақ біз көбінесе 6-ші бөлімді алмаймыз. Себебі бізде бір тоқсанға негізі 2 БЖБ арналған. Мысалы, кейбір пәндер 3 БЖБ алып жатады, ал осы ағылшын тілінде бізде 6-шы ол бізде reading for pleasure деп аталады, яғни ол тек қана оқуға арналған, әртүрлі, яғни қосымша мәлімет ретінде, сондықтан біз 5-ші бөлімге дайындаламыз БЖБ 1-де. Және БЖБ 2-де 7-ші бөлімге дайындаламыз. Ортасында 6-ші бөлім қалып қояды сонда. Енді оның мысалын көрсетсем, мысалға бізде 6-шы сынып бойынша, мінекей кітаптан көрсетейін. Мына 5-ші сыныптың, мысалға 5-ші бізде модуль, немесе юнит деп айтамыз, модуль айтамыз, бөлім бойынша. Кітапта creativity айтылады, creativity дегенді, яғни біз бастаймыз осы тақырыпты. Енді біз бөлім бойынша қарайық, яғни БЖБ-ны, 3-ші тоқсанның 1-ші БЖБ-сы. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл listening және speaking-нен тұрады. Listening, мысалға, тыңдап, мыналарды қой деп тұр сөздерді, Екінші бізде speaking, яғни бізде мінекей мультфильмдердің суреті тұр, және де не туралы айтылады? Жалпы мультфильм және оның ішінде кейіпкерлер туралы айтылады. Яғни сендер кейіпкерлердің атауларын айтуларың керек. Жалпы мультфильм не туралы, оның ішінде не ұнады деген сұрақтарға жауап бере алуымыз керек. Осы БЖБ 1-де. Және де мен бүгін оған қалай дайындалу керектігін қазір көрсетіп кетемін. Жалпы мен құрылысын түсіндіріп жатырмын қазір, БЖБ 1-де не болады, және БЖБ 2-де не болады. Мінекей БЖБ 2-де Fantasy World деген бұл бізде 7-ші бөлімнің тақырыбы. Writing, яғни бірінші бізде жазылым. Мысалға, мынау карта беріліп тұр, картаға қарап, яғни сен мысалға неден бастап деп тұр, дүкеннен бастап келесі ғимаратқа дейінгі жерді айт дейді, қалай жүреді. Яғни сен бұл бөлімде оңға, солға дегенді бөтуің керек, яғни жолда сипаттай алуың керек. Және де reading, әрине бізде текст беріледі, және сонымен жұмыс болады, яғни сұрақтар немесе yes, no, немесе true, false деген сияқты бізде болады. Яғни ол үшін біз барлық тексттерді оқымаймыз, жалпы бізге тексттер дәл сондай болып келмейді, кітаптағыдай. Міне жалпы БЖБ-ның құрылысы осындай екен, көріп тұрғандарыңыздай. Яғни сен БЖБ 1 деген кезде барлығына дайындалмайсың, тек қана сенде listening, speaking болады деген сөз.
Енді оған қалай дайындалу керек, соны айтам. Мінекей, мен 5 әдіс деп бөліп қойдым, яғни қалай дайындалу керек. Мысалға БЖБ немесе ТЖБ жақындап қалды, сен бірінші орында неге дайындаласың? Vocabulary. Бірінші орында сендер сөздерді қайталауларың керек. Себебі бізде қандай дағды болмасын, барлығында жаңа сөз қосылып тұрады. Жаңа сөз сен қайталамасаң, сен бөлім басында өткен сөздерді ұмытып қалуың мүмкін. Бөлім соңына қарай сенде БЖБ немесе ТЖБ алып жатқан кезде сен ол сөзді қолдана алмауың мүмкін. Грамма. Екінші, грамматика. Неге грамматика керек? Негізі бізде грамматика барлық дағдыда көрсетіліп тұрған жоқ, бірақ бізде мысалға спикингде сұрақтар бар. Сол сұрақтар мысалға бір шақта болуы мүмкін. Мысалы, сен өткен шақты өтіп, ол өткен шақта болуы мүмкін. Сондықтан сен сұраққа толық жауап беретін кезде сол шақты дұрыс пайдаланып, яғни ережесімен дұрыс қолдануың керек, иә? Мысалы, үлкен сыныптар conditional өтеді, шартты сөйлем. Егер деп басталады, сол шартты, яғни сол ережені дұрыс қолданбаса, яғни ол сұраққа дұрыс жауап бере алмайды деген сөз. Үшінші, language review and self-check. Яғни ойыңа дым келмей жатыр, қалай дайындаларың білмесең, бізде ең соңында language review немесе self-check деген болады. Яғни осы жерде бізде несімен көрсетіліп тұрады, нешінші екендігі. Мен оны қазір көрсетейін сендерге. Мысалға, бізде әр беттің соңынан тапсақ болады, ол нешінші бет екенін, яғни ақтарып отырмай. Мысалға, 5-ші бөлім. Әр тақырыпта бізге соған арналған беті көрсетіліп тұрады. Мысалға, міне тұр. Language review 5A дейді. Мысалға, language review 5A-да бізде міне осыған арналған нелер бар, тапсырмалар бар. Сен соны, яғни саған бұл қайталау үшін әдейі беріп қойған, иә? Мінекей, мысалға, бұл бізде 125-ші бет екен. Language review 5 деп тұр, мінекей. Осын сен бір күн қалғанда қайталап жаттығуларын іздеп кітаптан жазсаң, дұрыс тауып, мысалы сөздерді қайталайсың, грамматика да бар ішінде, language review деп аталады, немесе бұдан кейін self-check деген бар, ол өз-өзің тексер деген, ол да қайталауға арналған. Self-check дегеннен 5-шіні тауып аласың, мысалы 5-ші бөлімге дайындалып жатсаң. Мінекей, self-check 5. Бізде нешінші бет екен? 134-ші бет екен мысалға. Мінекей, 7. 6-ші бөлімге арналған деген сияқты солай кете береді. Яғни осы бөлімді сен қайталап шықсаң, яғни осы жерді self-check өзін-өзі бағалау, немесе өзін-өзі тексеру тапсырмаларын сен толықтай ол кезде дайын боласың деген сөз. Яғни сөздерді есіңе түсіресің, грамматикада бар, спикингде бар, мысалға мына жерде диалог көріп тұрсыңдар, иә? Мінекей, language review, self-check деген осылар. Practice, яғни бұл тәжірибе жасаймыз фразалармен. Өткен фразаларды қайталаймыз, соның үшін текстинге мысалға жаттығуларда бізде фразаны қайтала деп тұрады. Көптеген тіркестер болады, ағылшын тілі өз тіркестерді жаттау керек, яғни дұрыс сөйлеу үшін де, текстті түсіну үшін де. Фразалық етістер түсінбесек, оның мағынасы өзгеріп кетеді текстегі, мысалға фразалық етістіктердің кәдімгі екі сөз екі дара басқаша аударылады да, бірге тұрғанда басқаша аударылуы мүмкін, сондықтан текст түсінбей қаласың. Speaking dialogue, яғни speaking дұрыс орындау үшін, яғни айтылымды дұрыс айту үшін біз диалогтарды қайталаймыз, соның ішіндегі. Мен енді оны сендерге кітап бойынша көрсетемін қайтадан. Мінекей, мысалы 5-ші бөлімді аштық. Басында ең бірінші бізде vocabulary деп тұр, иә? Мен мысалға кітаппен мысал көрсетейін. Бізде vocabulary сөздер, мінекей өтіп жатқан сөздерді қайталап, және де мысалы бізде мінекей сипаттама тұр, саған міндетті түрде бір кейіпкер сипаттады. Unicorn, мысалға бір атты сипаттап тұр мына жерде. Осыны сендер апай айтып жатқан кезде мұқият тыңдауларың керек. Мына жерде әрине бізде тексттер көмектеседі. Бірақ сендер ол кезде барлық текстті қайталап үлгермейсіңдер, сондықтан мінекей бізде қысқаша диалогтар болады. Диалогтар сендерде спикингде жалпы сөйлеу қорларыңды көбейтеді. Әрине грамматика маңызды деп жаңа айтылды. Грамматиканы апай түсіндірген кезде оны да мұқият қарап алыңдар. Және де мынандай көппен берілген бізде көбінесе не болады? Мысалдар болады, иә? Және міне соңындағы сендерге көбінесе writing-да мынандай
қоршалған сөздер, күн сөйлемдер көмектеседі, иә. Мынау жалпы бізде қысқаша текст. Мысалға, сендерде writing-де сипатта, немесе өткен мысалға көрген мультфильм сипатта деуі мүмкін. Сондықтан мына жерде сенде жалпы қысқаша несі тұр, қалай басталу керектігі тұр, иә. Міне осыларды қарап алсаң болады. Міне speaking, listening деді, мынау listening осы келіп қалуы мүмкін. Тыңдалымда. Мінекей кітаптың осы жерлеріне баса назар аудару керек. Тексттердің сендерге барлығы бірдей дәл солай келмейді. Сондықтан біз тексттерге тоқталып жатқан жоқпыз. Жалпы сендерге құрылыс түсіну керек. Жалпы мысалы мультфильм кейіпкерлері туралы болса, ол кейіпкерлерді қалай сипаттау керек? Және өткен көрген мультфильмді қалай айту керек? Міне ең маңыздысы мысалға осы. Describing a past event дейді. Өткен шақты өтіп, өткен шақты айтуларың керек, мысалы бір оқиғаны. Бұлай келуі мүмкін, иә. Writing деп тұр, және жалпы хатты қалай жазу керек. Мысалы, writing-ге осыны беруі мүмкін. Апай өзі құрастырған кезде, мысалға осыны сендерге writing ретінде алуы мүмкін. Жалпы email, хатты қалай жазу керек. Бұл да өткен бір оқиғаны сипаттау, яғни сен өткен шақты өтіп, оны өткен шақты қалай сипаттайды, соның құрылысын түсініп алуларың керек. Мінекей мен бір бөлім бойынша айтып шықтым. Қай жерлерге назар аудару керектігін айттым. Және тағы да сұрақтарың болса, және ұсыныстарың болса, маған айтсаңдар болады. Жалпы міне құрылысын түсіндіңдер деп ойлаймын. Қалай, неге дайындалу керек, және оны қалай алады. Көбінесе осылай болады, егер мұғалім ол стандартты беріліп тұрған бұжықтығын өзгертіп тастамаса. Hey, goodbye, good luck, сендерге сәттілік тілеймін оқушылар, және тағы да жалпы мектеп бағдарламасына байланысты ағылшын тілінде түсінбей жатқан жерлерің болса, менен комментарийда сұрақ қойсаңдар, міндетті түрде жауап беремін, ұсыныстарың болса тыңдаймын. Маған каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Hey, goodbye, good luck, барлықтарыңа сәттілік тілеймін, сау болыңдар.